Қазақстанның 6 облысында суару желісін тазарту жұмыстарын жүргізіп, 8 өңірдегі 74 гидротехникалық құрылысты жөндеу жоспарланған. Бұл туралы Су ресурстары мен ирригация министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасаған қаз-нұр.kz хабарлайды. Министрлік өкілдері Қазақстандағы су қоймаларының қазіргі жағдайын баяндады. Ведомствоның хабарлауынша, бүгінде 500 шақырымнан астам су арнасын тазалау жоспарланып отыр. Каналдарды тазарту жұмысы Алматы, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Түркістан және Жетісу облыстарында жүргізіледі. Сондай-ақ Қазақстанның 8 өңірінде Жетісу, Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Қарағанды, Түркістан облыстарында, Батыс Қазақстан облысы және Шығыс Қазақстан облыстарында 74 гидротехникалық құрылысты жөндеу жоспарланған. Суару маусымына дайындық аясында 110 су шаруашылығы нысаны жөндеуден өтіп жатыр. Еліміздегі су қоймаларындағы жағдайға келетін болсақ, осы сағатқа Ақмола облысындағы 2 ірі су қоймасы 99%-ға толы. Мұнда су тасқынының белсенді кезеңі өтіп, салалары тұрақтанды. Астана су қоймасына түсетін су транзиттік режимде жіберіліп жатыр. Су қоймасына ағынның төмендеу үрдісі байқалады. Нысанда тәулік бойы мониторинг жасалынады. Есіл өзенінің қалалық арнасы арқылы тасқын суын қауіпсіз өткізу жұмысы жүргізіліп жатыр. Жабай өзенінің реттелмейтін ағыны артып жатыр. Атбасарда су тасқыны бар. Солтүстік Қазақстан облысында 2 ірі су қоймасы 100%-ға толы. Өзен суының арнасынан шығуы жалғасып жатыр. Осы сағатта Петропавл қаласы шегіндегі Есіл өзенінің деңгейі 1038 см, ал бір тәулікте 144 см-ге көтерілді. Аймақта күрделі жағдай сақталуда. Ақтөбе облысында 2 ірі су қоймасының орташа су жинау көрсеткіші 97%. Өңірдегі жағдай тұрақты. Шығыс Қазақстан облысындағы 2 ірі су қоймасы 80% су жинады. Абай облысында Шүлбі су қоймасы 97%-ға толды. Аймақта су тасқынының белсенді кезеңі басталды. Батыс Қазақстан облысындағы 4 ірі су қоймасы 72%-ға толды. Ерекіл су қоймасынан жіберілген су Қазақстан шекарасына әзірге жеткен жоқ. Бұл су 16-17 сәуірде келеді деп күтілуде. Қарағанды облысында 4 ірі су қоймасы 100% толды. Өңірде су тасқынының қауіпті кезеңі өтті. Жағдай тұрақты. Қостанай облысында 2 ірі су қоймасының орташа су жинау көрсеткіші 92%. Су тасқынының белсенді кезеңі өтті. Қаратомар су қоймасы транзиттік режимде жұмыс істеп жатыр. Барлық нысандарда тәулік бойы кезекшілік және әр 2 сағат сайын мониторинг жалғасып жатыр делінген ресми хабарламада.